Мелани есімді әйелдің көрінісімен басталады. Ол жерасты тоннелінде көрінбейтін мақұлықтан үрейленіп қашып барады. Бірнеше үмітсіз әрекеттен кейін ол бетіне шығуға тырысып, жер бетіне тырнап шығады да, тыныс алып, жеңілдікпен дем алады. Алайда оның қауіпсіздік сезімі ұзаққа созылмайды. Сахна топ достарына ауысады. Клавер, оның бұрынғы жігіті Макс, Меган және Нина мен Эйб есімді жұп жол бойымен қараңғы жолмен келе жатыр. Кейін топ Меланидің видео хабарламасын көреді. Онда Мелани өзінің анасының қайтыс болуымен күресе алмағаны үшін өкінетінін айтып, отбасылық үйді тастап кеткені үшін өкініш білдіреді. Топ сол бензин бекетінде екені анықталады. Олар Меланиді 1 жыл бойы іздеп жүрген. Клавер дүкенге кіріп, иесіне әпкесінің суретін көрсетіп, оны көрген-көрмегенін сұрайды. Иесі Мелани алғашқы жоғалған адам емес екенін айтады. Көптеген адамдар жақын маңдағы Glore Valley қаласында жоғалып кеткен. Бұл ақпаратты естіген Клавер үмітке толады да, достарына Меланидің қайда екені туралы идеясы бар екенін айтып, топ Glore Valleyге қарай бет алады. Қатты жаңбыр астында олар жолдан адасып, шеңбер бойымен жүріп, ешқандай айқын бағыт таппайды. Ақырында олар келушілер орталығының алдына тоқтайды. Оларды үстінде қара бұлт тұрғаны мазалайды. Қатты дауылға қарамастан, ғимарат құрғақ және ешқандай зақым көрмеген сияқты. Ұялы байланыс жоқ. Меган өзін психик деп мәлімдейді, алдын ала сезімін білдіреді. Осы кезде Эйб, Нина және Меган ішке кіреді. Олар күдікті құмсағатты көреді. Одан әрі зерттегенде Нина қонақтар кітабын табады және қабырғада жоғалған адамдардың плакаттары толы екенін көріп, шошып кетеді. Сыртта Клавер кенеттен әпкесінің даусын естіп, алыстағы бір фигураны байқайды. Ол дауылға қарай бет алады, артынан Макс ереді. Бірақ жаңбырда бағыттан адасып қалады, ал Макс оны үрейленіп шақырады. Келушілер орталығының ішінде Нина қонақтар кітабына өз атын жазады және Меланидің жоғалған плакатын көріп, таң қалады. Бірнеше минуттан кейін Макс Кловерге жетіп, оны жаңбырдан тартып алып, екеуі орталыққа кіреді. Достарымен қайта қосылған соң олар мазасыз тәжірибелерін бөліседі, бірақ Клавер оптимистік көңіл күйде қалып, дауыл арқылы Меланидің шақырғанын естігенін айтады. Осы сәтте Нина бөлмедегі құмсағаттың ешкім тиіспегеніне қарамастан аударылып қалғанын байқайды. Топ алыстан таңғаларлық дыбыстар естіп, сыртқа шығады да, олардың жүк көлігінің жаңбырлы жаққа таңғажайып түрде жылжытылғанын көреді. Әңгіме жалғасады. Топ біреу олардың көлігін ұрламақ болып жатқанын сезеді. Осыдан қорқып, Эйб пен Нина көлікті күзетуге қалады, ал қалғандары телефон іздеуге шығады. Олар жертөлеге түседі, онда Макс жерасты терезесін көріп таңғалады. Клавер ескі телефон табады, бірақ ол жұмыс істемейді. Олар радионы да табады және көмек шақыруға тырысады, бірақ әрекеттері нәтижесіз болады. Жоғарыда Нина мен Эйб жақын бөлмеден шыққан дыбысты естиді. Эйб жалғыз зерттеуге шешім қабылдайды, бірақ қайтып оралмайды. Уақыт өте Нина алаңдап бөлмеге кіреді де, қорқынышты көрініске тап болады. Нинаның айқайын естіген Макс жертөле есігіне қарап, Нинаның мәйітін және үстіндегі өлтірушіні көріп үрейленеді. Өзі байқалғанын түсінген Макс қашып, қыздарға жасырынуға бұйырады. Көп ұзамай өлтіруші жертөлеге түседі. Макс орындықты алып, шабуылдаушыны ұруға тырысады, бірақ әсері аз болады. Қатыгез оқиғада өлтіруші Максты пышақтап, ол бірден қайтыс болады. Клавер мен Меган жасырынған жерінен осы қорқынышты оқиғаларды көріп көздеріне жас толады. Өлтіруші олардың орнына жақындағанда Клавер үстелден пышақ алады. Өкінішке орай, өлтіруші Меганды шкафтан сүйреп шығарып, оны қатыгездікпен ұрып өлтіреді. Клавер үмітсіздікпен пышақты өлтірушінің арқасына соғып жібереді, бірақ ол тиімсіз болады. Ол қашады және орманға жүгіріп кіреді, бірақ кенеттен әпкесіне ұқсас фигураны көріп тоқтап қалады. Сол сәтте өлтіруші оны артынан шанышқымен өлтіреді. Фильм қорқынышты бұрылыс жасайды. Құмсағат аударылып, бәрі қайтадан қалпына келеді. Топ мүшелері таңғалып, тірі күйінде түннің басындағы жағдайға оралады. Олар не болғанын түсінуге тырысады, қорқыныш пен үрейге толады. Олардың беттері жоғалған адамдардың плакаттарының қабырғасына қосылғаны анықталады. Топ қашу мүмкіндіктерін талқылайды. Меган өзін нашар сезініп, бұл түн бұрынғыдан да жаман екенін айтады.
Кенеттен оның денесі құрсады да, ол өткір айқай салады. Ол үйдегі барлық шамдарды сындырып тастайды. Топ қол шамдарын алып, Меганның жоғалып кеткенін түсінеді. Бірнеше минуттан кейін Клавер әлсіз дыбыс естіп, топты жоғалған адамдар плакаттары толы бөлмеге апарады. Олар Меганды транске ұқсас күйде қалқып тұрған күйінде табады. Ол түсініксіз сөздерді айтып, әртүрлі дауыспен сөйлейді. Ол әр плакатқа нұсқап, топ жоғалған жандардың дауысы арқылы көмек сұрап тұрғанын түсінеді. Трагедиялық түрде Меган мойнын қатты бұрап, жансыз құлап түседі. Үрейленген топ келесі әрекеттерін талқылайды. Кенеттен есікті қатты қағу естіледі. Эйб сыртқа қарайды, бірақ ешкімді көрмейді. Алайда Меланидің дауысы есіктен тыс жерден кіруді талап етеді. Бұл Клаверді үрейлендіреді. Достарының есікті ашпау туралы ескертулеріне қарамастан ол есікті ашады. Олардың таңғаларлығына ешкім жоқ, бірақ бейтаныс үй тұр. Кенеттен Клаверді көрінбейтін күш ауаға көтереді, ал достары келушілер орталығында қалып қояды. Оны жаңа үйге қарай сүйреп апарады да, есік артынан тарс жабылады. Клавердің қауіпсіздігі үшін алаңдаған Макс оны қууға тырысады, бірақ басқалар оны қауіпті деп тоқтатады. Макс достарын қарғап, жалғыз шығып кетеді. Осы уақытта Клавер әлсіз жарық бөлмеде есін жияды. Ол жерде эри манекендер мен қорқынышты маскалар бар. Айналасына қарап, ол оттегі маскасы тағылған қарт әйелді теледидар алдында отырғанын көреді. Клавер кетуге тырысқанда әйел зұлым дауыспен: "Шығудың жалғыз жолы түнді аман өткізу, немесе оның бөлігіне айналу" дейді. Кейіпкер өзін сиқыршы ретінде көрсетеді, Клаверді маска арқылы демалуға мәжбүрлейді. Сиқыршы драп бара жатқанда Клавер иемдену сезімін бастан кешіреді. Көп ұзамай Макс үйге жетеді, ал Эйб пен Нина жүк көлігіне асығып мініп, достарын тастап кетуге алаңдайды. Эйб оның алаңдаушылығын елемей, есікті құлыптап, жаңбырға қарай жүреді. Олардың жүрісі кенеттен жолды бөгеген үлкен мақұлықтан тоқтайды. Олар үрейленіп кері қайтады. Нина есігін ашпақ болады, бірақ жігітінің өлтірілгенін көріп үрейленеді. Сол сәтте маскалы адам қайта пайда болады. Макс Клаверді іздеп, қорқынышты қуыршақтар толы бөлмеге кіреді. Иемденген Клавер келушілер орталығына қарай бет алады, бірақ өкінішке орай маскалы өлтіруші жүргізіп келе жатқан жүк көлігі оны қағып өлтіреді. Әңгіме тағы да қайта басталады. Топ бұл цикл жалғаса бере ме деп сұрақ қояды. Олар есікті бекітіп, ваннаға тығылады да таң атқанша аман қалуға үміттенеді. Эйб раковинадан су ішіп, басқаларға ұсынады. Олар ризашылықпен ішеді. Түннің қорқынышынан шаршаған Клавер сиқыршының айтқанын бөліседі. Сол кезде Эйб қан құсып, оны жасыруға тырысады. Бірақ жөтел күшейіп, денесі қатты жарылып, барлығын қанға бөктіреді. Үрейленген Нина раковинаға жүгіреді, бірақ Меган суды ішпеуге ескертеді. Өкінішке орай кеш болады және Нина да жарылады. Қалған тірілер ваннадан қашады, бірақ көп ұзамай Меган да қатыгездікпен жарылады. Осы қорқынышты көріністі көрген Клавер Макстан өзін өлтіріп, циклді қайта бастап, жаңа жоспар құруын өтінеді. Бірақ Макс оның өтінішін орындай алмайды. Клавер жерге құлап, дем ала алмай қалады. Осы кезде ысқырып келе жатқан адам жақындайды. Ол бензин бекетінің сол қызметшісі екенін таниды да, сен дерлік жеттің, бірақ пассивті болып қалсаң аман қалмайсың дегенін естиді. Сол сәтте Клавер де жарылады, құмсағат аударылмас бұрын. Келесі циклде Меганның шашы тез түсіп, қосымша тістер шыға бастағанын байқайды. Бұл жолы топ Глор Вэллидің тарихын зерттеуге шешім қабылдап, жертөледегі файлдарды қарайды. Олар бензин бекеті қызметшісінің шын мәнінде доктор Эллен Хилл екенін таңғалып біледі. 20 жыл бұрын апатты шахта құлауы аймақтағы 100-ден астам адамның өмірін қиған. Шахтерлер тым терең қазып, жердің көп бөлігін жұтып қойған. Доктор Хилл мемлекет тарапынан тірі қалған тұрғындарға психологиялық көмек көрсету үшін шақырылған. Бұл келушілер орталығының ерекше архитектурасын түсіндіреді. Терезелер жер деңгейінен төмен орналасқан. Осы кезде Нина жертөледе есікті көріп, ол қашу жолы болуы мүмкін деп болжайды. Бірақ қараңғы тоннелді көріп қорқып, жабады. Топ тапқан віз таспасын қояды. Онда бөлмеде құлыпталған адам ауырсынып жылап, неге үнемі өмірге оралып жатқанын түсінбейді. Доктор Хилл баяндайды.
Ол тірі қалғандардың нәзік психикалық және эмоционалдық күйлерімен тәжірибе жасап жатыр. Науқас аштық пен бұлшық ет атрофиясының белгілерін көрсетеді. Ең қорқыныштысы үрей, мазасыздық және үмітсіздік сезімі. 13 күннен кейін құрбан Wendigo атты аштығы шексіз мақұлыққа айнала бастайды. Осы сәтте доктор Хилл топпен радио арқылы байланысады да. Енді түсініп жатырсыңдар дейді. Клавер оны жіберуін талап етеді. Доктор Хилл бір адам өлуі керектігін, қалған төртеуі қиындықсыз шыға алатынын айтады. Клавер ешкімді құрбан етуден бас тартып, Хиллмен жеке кездесуді талап етеді. Доктор келіседі. Ол орманда Меланимен бірге, тек Клавер ғана келуі керек, достарынсыз. Достары оны тоқтатуға тырысқанымен, Эйб Клавердің шешімін қолдайды. Ол кеткен соң қалғандары Эйбті өзімшілдік үшін айыптайды. Макс оны табу немесе өздерін өлтіріп циклді қайта бастау керек дейді. Эйб бұған қарсы шығып, Клавер өткен жылы 2 рет суицид жасамақ болғанын еске салады. Бұған ашуланған Нина Эйбті шотқамен шаншып, Макс пен Меганға Клаверді қууға бұйырады. Клавер орманда келе жатып, жасырын тұзаққа түседі. Шынжыр аяғын орап, оны жерден көтеріп, орманның тереңіне сүйрейді. Келушілер орталығында Нина мен Эйб қиын жағдайларын эмоционалды талқылайды, бірақ әңгіме кенеттен үзіледі. Басқа көріністе Макс пен Меган Клаверді қараңғы орман арқылы іздейді, бірақ Вендигоға тап болады. Олар үрейленіп қашады, бірақ Меган сүрініп, жер астындағы үйдің шыны төбесіне құлап түседі. Шыны жарылғалы тұрғанда Макс көмекке ұмтылады, Вендиго қайта пайда болады. Шыны сынғанда екеуі төмен құлайды, Вендиго Меганды жертөлеге сүйреп апарады. Ақырында Макс Клаверге қосылып, оны тұзақтан босатады. Бірақ көп ұзамай Вендиго шабуыл жасайды, ол Мелани болып шығады. Екеуі қашып, жасырынады. Эмоционалды Клавер өкінгенін айтып, Максқа шыны сынығын береді, оны өлтіруді өтінеді. Макс оның тамағын кеседі, ластанған судан ішеді. Көп ұзамай Вендиго Мелани пайда болады, бірақ ол шабуыл жасамас бұрын Макс оның алдында жарылады. Келесі циклде жағдай нашарлайды. Эйбтің денесінде деформациялар пайда болып, Вендигоға айнала бастағанын көрсетеді. Клавер қанша түн өткенін сұрайды, Нина кітаптан 13-ші түн екенін айтады. Ешкім 13 түннен аман өтпеген. Топ терезеден сыртқа қарап, айналасында үйлердің бүтін кластері пайда болғанын көреді. Олар Меганның жоғалғанын байқап, телефонды тексереді. Телефон олардың өлімдерін жазып тұрған. Ет жейтін құрттардан бастап Вендиго мен маскалы өлтірушіге дейін. Соңғы видеода Меган Хиллді бақылап, қарғыстан құтылу жолын іздеген. Осы сәтте әуе шабуылы сиренасы естіледі. Сыртқа қарағанда бірнеше Вендиго жақындап келе жатқанын көреді. Үрейленген топ жертөледегі қараңғы жол арқылы Меганды іздеуге шығады. Қаруланған соң олар ылғалды тоннель арқылы абайлап жүреді. Қашу барысында Вендиголар тобына тап болады. Қарқынды қуғыннан кейін олар мақұлықтардан аман құтылып, ескі қаланың жер астындағы үйіне жетеді. Өкінішке орай, маскалы өлтіруші пайда болып шабуыл жасайды. Макс Клаверге қашуды бұйырады, ал өздері шабуылдаушымен күреседі. Клавер келіседі, бірақ жүріп бара жатып Вендигоға айналған әпкесі Меланиге тап болады. Оның енді әпкесі емес екенін түсініп, оны темір затқа итереді, ол бірден өледі. Кетер алдында Клавер Меланиге махаббатын білдіреді. Осы уақытта Макс, Эйб және Нина маскалы адамды жеңіп, оның басын балғамен ұрып өлтіреді. Клавер жалғасуда санаторияға жетеді, Меганды Вендигоға айналған тізбектелген күйде бөлмеде ұсталғанын табады. Бөлме құлыпталған, сондықтан Клавер кілт іздейді. Іздеу барысында ол доктор Хиллдің кеңсесіне тап болады, ол жерде бақылау камералары толы. Осы кезде доктор Хилл кіріп кофесін ішіп, шынаяқты үстелге қояды. Ол Клаверге оның ең қызықты пациенттерінің бірі екенін айтады. Ауыр депрессия мен қатты мазасыздықтан зардап шегеді, 2 рет суицид жасамақ болған. Доктор Хилл таңғаларлықтай ашады. Достарын қуған мақұлықтардың әрқайсысы Клавердің өз қорқыныштарының көрінісі. Маскалы өлтіруші жалпы қорқыныш, ал жарылатын су өзін-өзі жою тенденциясының символы. Ол тәжірибелерін түсіндіріп жатқанда Клавер ағып тұрған кранды байқап, оның кофелік үстелін сол астына қояды. Доктор Хилл байқамай, ластанған суды ішіп көп ұзамай ауыра бастайды.
Мүмкіндікті пайдаланып Клавер оның кілттерін алып, Меганды босатуға асығады. Екеуі қашуға тырысады, бірақ бірнеше Вендиго қуады. Уақыт құмсағатта таусылып бара жатқанда олар бетіне қазып шығады. Фильмнің басындағы Меланидің әрекетін қайталайды. Бақытымызға қарай, достары жоғарыда күтіп тұр, және оларға көмектеседі. Құмсағат таусылған сәтте қарғыс түні аяқталады. Таң ата олар шөпке құлайды, әлі де шокта, бірақ жеңілдеген күйде. Содан кейін олар Вейвстің жүк көлігіне мініп, қарғыс салынған алқаптан алыстап кетеді. Фильм осымен аяқталады.